Кентау қаласынан тағы бір ақпар. Шағын шаһардағы Яссы колледжінде ауқымы кең шара өтті. Шымкент қаласынан арнайы келген лекторлар семинар тренинг ұйымдастырды. Студент жастармен ортақ ой бөлісіп, сұрақ-жауап алмасты. Білімгерлерді сан салаға баулайтын шара жайында келесі бейнематериалды қараңыздар. Шымкент шаһарынан келген болашақ компаниясының өкілдері кентаулық жастарға ерекше үн қосты. Осындай семинар тренингтің мақсаты жастарымызды туған жерді сыйлауға шақыру, отанның отбасынан басталатынын жете түсіндіру, сондай-ақ жаман әдеттен арылуға үндеу. Шаралардың бірі бүгін колледжде Кентау қаласының жастар орталығы мен облысымыздағы жастар орталығының бірлесе отырып отан отбасынан басталатын тақырыбында семинар тренинг жүргізіп жатыр. Сонымен бірге елбасымыздың 2050 стратегиялық жолдауы да талқыланды. Ондағы жастарды кәсіпкерлікке тарту саласы да назардан тыс қалмады. Осы тұста Әбу-Насыр әл-Фарабидің тәрбиесіз алған білімнің жақсылыққа жетелемейтіндігі еріксіз еске түседі. Мына мәселе туралы не айтты? Мына мәселе туралы не айтты? Мысалға, білім. Абай Құнанбаев білім туралы не айтты? Назарбаев не айтты? Мынау не айтты? Мынау не айтты? Бәрін ойын жинап алып, және де ортақтан бір өзім қорытынды шығарады. Мен әркез көзге түсіп жүреді. Бүгінгі өткен семинардан ерекше әсер алғандығын да жеткізді. Бүгінгі іс-шара өте қызықты да тартымды өтуде. Бұның бізге берері өте көп. Бұны жастар орталығы ұйымдастыруда. Және де бұл отбасынан басталып өте керемет тақырып. Және де оның бізге берері біздің алдағы мақсаттарымыздың бірі отбасы құру екендігімізді де айтып өтті. Жалпы Яссы колледждің ашылғанына биыл 5 жыл. Аз уақыт ішінде қанатын кейінге жайып үлгерген білім шаңырағы бірнеше түлектерді дайындауда. Техникалық, электрик сияқты өзге де мамандықтар мен талапкерлерді оқуға шақырады. Бұның өзі жеке салалар бойынша бөлінген. Екінші мамандығымыз бар, есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру. Яғни программист, информатик. Шара барысында қызықты ойлар ортаға салынды, тәжірибе мен білімді ұштастырар әңгімелер таразыланды. Бастысы осындай игілікті істердің басы қасында жастар қауымының жүргеніне қуандық. Ақмарал Ғаниқызы, Нұрболат Туашев, Тұран, Түркістан.